Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Али дос арнасы. Мен сіздерге бүгін 19 жасар студент жігіттің басынан өткен қызықты оқиғасын айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Алайша біз видеомызды бастаймыз. Рахымбай есімді 19 жасар жігіт мектепте 11 сыныпты бітіріп, өкінішке орай грантқа оқуға түсе алмай қалады. Сөйтіп Рахымбай ата-анамды қинап платныйда оқымай-ақ қояйын, просто колледжге түсе берейін деп өзінің қаласына әке-шешесінің таңдауымен мұғалімдікке колледжге грантқа оқуға түседі. Сөйтіп өзінен бір жас кішкентай балдар қыздармен колледжде оқиды. Рахымбай сөйтіп жүріп оқудан түскен стипендия ақшасын оқудан бөлек жұмыс жасап, ақша жинап алдымен права алып, одан кейін өзі қалаған четырнашка автокөлігін алмақшы болады. Бірақ Рахымбайдың бір кемшілігі ол үйдегілерден тығылып, ұятсыз видеолар қарап, өзінің мүшесін аймалап жүретін. Сөйтіп жүріп, ол бір күні андай қызды жалдап рахаттанамын деп өзіне мақсат қояды. Олайша сол қызға бару үшін жұмыс жасайды. Сосын бір күні сондай қыздар жұмыс жасайтын сайт тауып алып, ішінен өзіне ұнайтын қызды қарай бастайды. Енді Рахымбай сайтқа кіріп қыздарды іздей берді, ішінде неше түрлі қыздар бар. Сол сәтте Рахымбайдың мүшесі тұрып кетіп, ойланбастан бір қызды таңдай салды. Сөйтіп Рахымбай кешкісін қонақ үйден бір бөлме жалдап, ішетін анау-мынау заттарын алып, жаңағы сайттан жалдаған қызын шақырады. Сөйтіп Рахымбай мен жаңағы қыз сол бөлмеде танысып, сөйлесіп, Рахымбай алған нәрселерден ішіп, соңында төсекте қосылуды бастайды. Рахымбай жайлап ол қызды шешіндіріп, ерінен сүйіп, мойнынан иіскеп, жаңағы қызды аймалай бастайды. Ол қыз да қозып, ақырындап ыңқылдай бастайды. Сол сәтте Рахымбай өзінің мүшесін шығарып, жаңағы қызға ақырындап тыға бастайды. Сөйтіп екеуінің төсекте қатынасы басталып, Рахымбай жалдаған қызын аямай кайфпен береді. Енді ол қыз да өзінің жұмысы болғандықтан Рахымбайға естен кетпестей рахат сыйлап, екеуі 4-5 сағат бойы кайфпен беріседі. Ақыр соңында Рахымбай да риза, жаңа қыз да риза болып, келесі күні қонақ үйдегі бөлмеден тарқасады. Келесі күні Рахымбай өзін жайсыз сезініп, уролка қаралуға барады. Содан кейін Рахымбай анандай қыздарға бармайтындай, ұятсыз видеолар көрмейтіндей және өзінің мүшесін аймаламайтындай болады. Себебі уролк Рахымбайға келесіде осындай жағдай қайталанатын болса, мүшеңе ауру жұқтырып алуы мүмкін деп айтқан еді. Сіздермен бірге Али дос арнасы, қош сау болыңыздар. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар.